Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында сигара бөрек дайындайтын боламыз. Үй жағдайында дайындалған сигара бөрек сондай дәмді әрі тез дайындалады. Ол үшін бізге лаваш қажет болады. Лавашты пицца тәрізді етіп 4 немесе 8 бөлікке 3 бұрыштап бөліп аламыз. Лавашты дүкеннен сатып алса да болады, немесе үй жағдайында лавашты дайындауға болады. Үй жағдайындағы лаваш сондай жұмсақ, дәмді болады. Үй жағдайында жасалатын лаваштың сілтемесі осы видеоның астында бар. Лаваштың арасына өз қалауымызша творог немесе сырды салуға болады. Видеода көрсетілгендей бөректерді орап, тәрелкеге жинап аламыз. Бөректерді ораған кезде ашылып кететіндей жағдай болса, 3 бұрыш жағын кішкене ғана сулап, бүктеп орауға болады. Енді бөректерімізді пісіру үшін жұмыртқалы масса дайындаймыз. Жұмыртқалы массаға 1 жұмыртқа, 1 шымшым тұз және 2 ас қасық сүт құйып, араластырып аламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамызға бөректерді аунатып, қызып тұрған тападағы майға пісіреміз. Бір ескертетін нәрсе, майды қыздырып алғаннан кейін орташа отқа қоямыз. Үй жағдайында дайындалған бөректер жұмсақ, дәмді, балаларға өте ұнайды. Үй жағдайында сіздерге де пісіріп көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бөректердің екі жағын кезектестіре отырып пісіріп аламыз. Бөректерді қатты қызартудың керегі жоқ. Сәл ғана қызарса жеткілікті. Мінекей, үй жағдайында дайындалған бөректер дайын. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Міне осылайша үй жағдайында жасалған бөректер дайын.